Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу 41-ші сабақ өнер таусылмас азық. Мәтін мазмұнын әңгімелеп үйренеміз, жоспар құрып жазамыз. Бірінші жаттығу. Мақал-мәтелдің мағынасын түсіндіріңдер. Өнер көпке де жеткізеді, көкке де жеткізеді. Өнерлі бала елдің көркі, үкілі қамыс көлдің көркі. Өнерлі баланың 10 саусағы тең. Демек балалар, мұнда өнердің адам баласын көкке де биікке де жеткізетін өнер екенін көрсетіп тұр. Өнерлі балалардың басқа балалардан қолы ұзын, биікте болатыны туралы айтылып тұр. Несіпбек Айтұлы ақын 1950 жылы Қытайдағы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Қартаймайды күн неге, бөрі тостаған, құлан ойнақ, тағы басқа да кітаптары бар. Түсініп оқы. Өрмекші мен шыбын. Мысал өлең. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші. Өрмекшінің өнерін бопты шыбын көрмекші. Әдейі іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таңға жайып өрмекті тамашалап көріпті. Құтты болсын өрмегің, ерен екен еңбегің. Үйренейін деп келдім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты, шыбыным, өрмек деп жүр мұны кім? Осы өнердің соңында келеді өтіп. Ғұмырым тоқып келем ерінбей, қиындықтан жерінбей. Өрмектің әр өрнегі төккен маңдай терімдей. Болсаң егер үйренер, күнде біздің үйге кел. Ерінбесең алдыңнан есік ашар қилы өнер. Бастамақ боп бұл істі шыбын дереу кірісті. Бірақ көпке шыдамай бір қонды да бір ұшты. Шошаң да оны қоймады, оп-оңай деп ойлады. Бір тоқып бір отырып өрмекпенен ойнады. Торға шығып ырғалды, бәлеге енді шынқалды. Шатасты да маталды, шықпастай боп шырмалды. Авторы Несіпбек Айтұлы. Ермек бұл жерде алданыш уақыт өткізу, ғұмыр, өмір, қилы, әртүрлі алуан деген мағынаны береді. Анықта. Екінші жаттығу. Сұрақтар бойынша өлеңнің мазмұнын әңгімеле. Мысал, өлеңдегі оқиға қалай басталды? Өрмекшінің тор өргеніне қызығып келген шыбынның әңгімесінен басталады. Оқиға әрі қарай қалай дамыды? Өрмекші шыбынның талабына риза болып, күнделікті келіп тұрсаң үйретемін деді. Оқиға қалай аяқталады? Оқиға шыбынның торды тоқи алмай әрі-бері торға ілініп әбден шатасуымен аяқталады. Мазмұндау. Мәтінді оқып түсініп мазмұнын айтып беру. Мазмұндау барысында мәтіндегі негізгі ой ашылуы керек. Мазмұндаудың бірнеше түрі бар. Толық мазмұндау. Мәтінді авторлық нұсқаға мейлінше жақын етіп мазмұндау. Қысқаша мазмұндау. Мәтіндегі ең маңызды тұстарды өз сөзімен қысқартып айту. Шығармашылық мазмұндау. Бірінші жақтан айтылған оқиғаны екінші немесе үшінші жақта өзгертіп баяндау. Мәтінді сахналау, сөзбен сипаттау, оқиғаның дамуын болжап өзгертіп, тағы басқаларын мазмұндау. Келесі үшінші жаттығу. Бағала. Шыбынның қай сөзі өрмекшіге ұнамады? Мәтіннен шыбынды сипаттаған сөздерді етістіктер тауып жаз. Шыбын. Шошаң да он қоймады, бір қонды да бір ұшты. Өрмекпенен ойнады, торға шығып ырғалды. Осы сөздер мәтіндегі етістіктер болып табылады. Етістік сөздер. Келесі тапсырма. 4-ші. Өрмекшінің өнері суреттегі қай кәсіп түріне ұқсайды? Балалар, өрмекшінің өнері себет тоқуға, кілем тоқуға, жіптен әртүрлі нәрсе тоқуға ұқсайды екен. Келесі 5-ші тапсырма. Мысалдағы өрмекші қай жануарға ұқсас екенін түсіндіріңдер. Балалар, бұл жерде дельфин суда жүретін балық, ал аю ол жабайы жануар. Бірінші тұрған ол ара, ол жәндік. Әрине, өрмекші араға ұқсайды. Ара да өз ұяларын өздері салады. Және де өз тағамдарын да өздерінің үйшіктерінде сақтайды. Демек өрмекші араға ұқсайды.
Келесі қорытындыла 6-шы тапсырма. Мысал өлеңдегі негізгі ойды білдіретін шумақты тауып оқы. Мысал мазмұны бойынша жоспар құрап жаз. Шошаң дауын қоймады, оп-оңай деп ойлады. Бір тоқып бір отырып өрмекпенен ойнады. Осы шумақ өлеңдегі негізгі ойды білдіреді. Шыбын өрмекшінің өрмек тоқуын оңай деп ойлады. Негізінде ол оның артында қаншама еңбек жатырғанын түсінбеді. Жоспары: өрмекке қызыққан шыбын, өрмек тоқуды үйренген шыбын, шыбынның өрмекке шырмалуы. Осылайша жоспар құрып жазамыз балалар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар балалар.